Айтшы маған рас па? Сенің кешегі істегенің, таспа бетіне бұл жет түкіргенің, иттің басына мініп аямай секіргенің, батырсың ғой, намысың қайда сенің? Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс. Просто настроение болмады, естіп кеттім көп ұрыс. Нан жамап, қайта тартсам да жетпейді. Күнде таңертеңнен кешке дейін істеп жүрсімді жұмыс. Енді кім кінәлі бұған айтшы? Ой, білмеймін, басқалары сияқты үй тұрап, адам өлтірмеймін. Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап, сондықтан біреуге сілтемей өзіңнен басты. Оралып жазылған әуенін беріп тұр таспа, келгенім мынау басқа. Ақымақ осы өмірде деп бәрі сенен басқа, деп тұрсың бағасқа. В социальной сети появилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. Ролик собрал сотни. Ойыңды түсе, андасында кітап оқы. Оқығаныңды сана сезіммен миыңа тоқы. Сенің есіңе біреу келіп түкірсе басқа. Ұнаушы ма еді саған, айтшы рас па? Өссін десең елің, бос әңгімені таста. Бұндай әңгіме ететін бала емессің ғой 5 жаста. Кешегі істегенің ұят, ренжіме расқа. Мән үйреткенше біреуге өзіңнен баста. Болды мойындаймын, мен кінәлі. Мән үйреткенше біреуге бірінші өзіңнен баста. Мән үйреткенше біреуге бірінші өзіңнен баста. Оралып жазылған әуенін беріп тұр таспа, келгенім мынау басқа. Ақымақ осы өмірде деп бәрі сенен басқа, деп тұрсың бағасқа. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. Ролик собрал сотни негативных